Бәршеге ассаламу алейкум. Бүгінгі сабағымызда өткен сабағымызда айтылғандай CSS-те Flexbox-лар хақында түсінікке ие боламыз. Яғни Flexbox өзіне өткен сабақта айтқанымдай CSS-те анық бөлек бір видео қылып үйренуіміз керек болған айрым пропертилер бөлімдер бар. Солардың әрқайсысы үшін бір видео қылып істеп шығамын. Бүгінгі видеомызда сіздерменен Flexbox хақында үйренеміз. Ондай болса сабағымызды бастаймыз. Так, оның үшін біздерге әдеттегідей рабочий столымыздан папка создать етуіміз керек болады. Яғни Flexbox. Әмді папкамызды VS Code дәстүрінде ашып алуымыз керек болады. Бұның үшін Flexbox папкамыздың әзір VS Code ашудың таза жолын үйретемін. Егер сіздерде Ubuntu, Linux, яғни MacOS болатын болса, әдеттегідей қылып ашып алуыңыз мүмкін. VS Code'тың ішіне салып, егер де Windows болатын болса, Windows'та сондай бір өзінің терминал деген нәрсесі бар. Сіздермен әсте терминалдарға істеп баслауымыз керек болады. Бұның үшін Flexbox осы жерде папканың адрес жазылған жердің қасына мишканың курсорымен басамыз, әмде боялған жазудың орнына CMD, яғни Command Line деген жазуды жазуымыз керек болады. Яғни интерді басатығын болсақ, біздерге папка жайыласқан адресте Command Line дәстүрін, яғни терминалды іске түсіп береді. Енді бұл жерге VS Code'ды ашып алу үшін код точкаға қоятын болсақ, әмді интерді басатын болсақ, біздерге именно осы папканы VS Code дәстүрінде ашып береді. Егер ашылмай жатқан болса, сіздердің VS Code'дың настройкаларында қандайдыр бір турлайтын жерлер болып қалуы мүмкін. Егер де турлай алмаймын дейтін болсаңыз, әдеттегідей VS Code дәстүрін ашып, оған папканы таслап, drag and drop қылып ашып алуыңыз мүмкін болады. Ондай болса, сабағымызды бастаймыз. Әдеттегідей біздерге керек болады index.html файлы, өзіміздің main.css файлары керек болады. Index.html файлымызға баслаңғыш HTML кодларын жазып алуымыз керек болады. Енді VS Code'да егерде жазып атқан болсаңыз, Sublime текстінің өзіндері бар, айрым экстеншнлері, Emmet деген экстеншн бар. Соны установка қылып тұрып, үндеуді басып тұрып, үндеу белгісін қойсаңыз, сіздерге сондай бір Emmet'тің өзінің бір несі шығады, қолайлылығы. Тапты басып жіберсеңіз, сіздерге HTML-дің баслаңғыш кодларын шығарып береді. Тегілерін, тойсты. Көретін болсақ, бұл жерде әммесі тайын, тактайп HTML өзіміздің жазатын тегіміз, HTML-ге language қосылған. Бұл ақында айтатын болсақ, language бұл сайтымыздың инглиз тілінде екенлігін аңлатып тұрады. Егер өзікше жазатын болсақ, біздер ұлы деп кетуіміз мүмкін. Бізге әзірсе английский тұрғаны мақұл. Енді көретін болсақ, өткен сабағымызда үйренген мета теглер бар біздерде, кодировкаларымыз, өзіміздің viewport үшін арналған әртүрлі девайсларға респонсивтілікке жауап беретін мета теглеріміз бар, әмде сонымен тайтларымыз, бодиларымыз тайын қылып жазып берілген. Бұның үшін жаңа көрсеткенімде үндеу белгісін саламыз, әмде шеп жақта SK-нан 2 түймеше төменде тұратын tab кнопкасын басатығын болсақ, өзіміздің тайын теглерімізді шығарып береді. Енді бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сондай болса, демек Flexbox сабағы деп қойғайық. Так, өзіміздің main.css файлымызды HTML файлымызға жалғап алуымыз керек болады. Оның үшін link дейміз. Өзіміздің relге style sheet беріледі, әмде hrefке өзіміздің main.css файлымыздың адресін жазып аламыз. Енді біздерге өзіміздің live серверіміз керек болады. Live серверді ашып алдық. Әмде Flex'ті үйренуді баслаймыз. Өткен сабақларды, яғни кіруші практика сабақларын, осы Flex пропертилерді қандай жазу, қандай пропертилер бар, оның жайласу тәртіпі қандай болады, солармен танысып шығу үшін баста бір-екі практика қылып істеп шықтық. Ал бүгінгі видеомызда болса, Flex хақында толық үйреніп алуымыз,
Hamda bizde grid деген нәрселер бар, position деген нәрселер бар. Солардың hammasi haqında bir videodan шығарып, анық-қанық қылып үйретіп кетуге әрекет етемін. Енді flexті баслаймыз. Яғни flex. Бұның үшін біздерге бір контейнер керек болады. Яғни бұл ата div, яғни ең hammesini қоршап тұрушы wrapper десек болады. Енді оның ішіне майда-шүйде майда өзінің child-лар керек болады, яғни балалары. Оның үшін біздерде span деген өзіміздің тегіміз бар. Өз текарынан бұл кішкентай теглер керек болатын кезде, яғни қандайдыр X кнопкалар болуы мүмкін, яки кішкентай жазулар болуы мүмкін. Маған ұқсаған сондайларды шығаратын кезімізде span-нен пайдаланғанымыз мақұл. Енді бұл мәжбүр емес, өткен сабақта айтқанымыздай теглерден қажет пайдалансаңыз болады. Просто басқа программист келген уақытта, яғни өзіңіздің алдын жазған кодларыңызды оқитын уақытта осы өткен сабақтағы айтқан теглеріміз бен осы теглеріміз ажыратып алу үшін көмек береді. Әммесін div деп кеткеннен қарағанда мынау сәл өзіміздің оқуымыз үшін аңсатыластырады. Енді span-ның ішіне мәселен box 1 дейміз. Енді біздеге бұдан және біреу керек болады. Әмді және біреу керек болады. Яғни бізде контейнер бар, контейнердің ішінде өзіміздің span-ларымыз бар. Әмді олардың ішінде өзіміздің текстлеріміз бар. Енді span-ларымызға класс беріп алуымыз керек болады. Класс дейміз box 1. Не үшін екі класс беріп атқаным haqqında әзір сілерге түсіндіріп өтемін. Бұл box 2, box 3 болады. Бізде боксларым шықты. Енді контейнерімізге CSS беріп алуымыз керек болады. CSS файлымды оң тарапқа қойып аламын. Сонда HTML-дері, CSS-дері көріп баруыңызға қолайлы болады. Біздердің main.css-іміз жалғанған. Енді өзіміздің керекті баслангыш кодларымызды жазып өтсек. Margin 0, padding 0. Бұлар haqqında өткен сабақта сілерге мағлұмат беріп өттім. Яғни браузердің by default стильдері. Саған жетеміз. Әмде стильдерімізді баслаймыз. Flex, яғни әмде контейнер. Контейнерге мәселен background color береміз. Бізде болуы мүмкін black. То есть black. Бізде берілді. Әмде padding береміз. Padding'е болуы мүмкін 20 пиксель. Әмде өзіміздің бокстарымызда қарап тұрған болсаңыз, бізде box деген класс. Әмде бір span-ның классының ішінде box 1, box 2 деген өзінің екі классларына ие. Енді бізде бұны не үшін қойып кеттік дейтін болсаңыз, мәселен бізде глобалдық стильдер болуы мүмкін. Мәселен бізде box 1, box 2, box 3 үшеуінің өзі 150 пиксель, height 50 пиксель болу керек дейтін болсақ, мәселен box 1-ға өзі 150 пиксель, box 2-ға пиксель, то есть өзі 150 пиксель деп әрқайсысын жазып шығатын болсақ, бұл біздердің кодымыздың көбеюіне бардак код жазуымызға алып келеді. Соның үшін глобалдық бір стиль береміз, то есть класс береміз, әмде әрқайсысы үшін бір стиль беруіміз керек болса, оның қасына және қосымша класс беріп кетуіміз мүмкін болады. Енді өзіміздің боксларымыз әммесіне тәсіретті тұғын, яғни өзіміздің классларымызды жазып алсақ. Яғни бұғанда padding береміз. Жоғары мен төменге 20 пиксель, шеппенен оңға болуы мүмкін 40 пиксель. Әмде background беруіміз керек болады. Backgroundға aqua беретін болсақ, өзіміздің стильдерімізді көруіңіз мүмкін. Хош. Енді көріп тұрыпсыз, бізде span-ларымыз қасына жайласқан, яғни бір-бірінің үстіне астына түсіп кетпестен қапталлап жайласқан. Бағана айтып өткенімде span теги осы жерде керек болады. Яғни кішкентай бір белгіні көрсетіп кетуіміз үшін біздер қандайда section яғни div-ден пайдаланып кетуіміз тура болмайды. Сондай кездерде span-нен пайдаланып кететін болсақ, бұл кішкентай элемент екендігін білдіріп тұрады. Енді келіңіз span тегін div тегіне алмастырып көреміз. Бұны қандай қылдың деп жатқан болсаңыз, span-ді белгілеп тұрып, яғни бір span-ді белгілеп аласыз. Әмде Ctrl плюс D кнопкаларын бассаңыз, әмме span-лерді бірме-бір белгілеп шығады. Әмде
div'ye алмастырып коюңуз мүмкүн. Save кылатын болсак, биздердин div'лерибиз блок элементи болгон үчүн улар бири-биринин астына түшүп кетти. Келин блокларыбыздын астына margin bottom 20 пиксель берип коябыз. Беретін болсақ, астасында түскенін көріміз мүмкін. Енді бізде сорот болады. Өткен сабақта сілермен flexті өттік. Енді сорот болмауы да мүмкін. Бұларды қалайынша қасына жайластыруымыз мүмкін, блок элементтерді. Display flex арқылы қасына жайластыруымыз мүмкін екенлігін өткен сабақта үйреніп шықтық. Енді тек қана қасына жайластыру емес, оның және бір қанша қасиетлері бар. Әзір солар хақында толық түсінік беріп өтемін. Ондай болса, бастаймыз. Демек, бірінші кезекте flex беруіміз үшін ата текке target, яғни ата текті мәнзіл болуымыз керек болады. Яғни контейнерімізге display береміз. Display flex. Display flex беретін болсақ, бізде өзіміздің боксларымыз бір-бірінің қапталына түскен көруіміз мүмкін. Келін бір жерге margin bottom емес, marginнің өзін беріп қоямыз. Сонда әр тараптан 20 пиксель алып тұрады. Хош, енді display flex'imiz берілді. Келін бұл темасын қара қылмаймыз. Қандайдыр қара реңге жаппай тұрды ма? Бұны жасыл. Coral дейтін болсақ, сәл яркесі бет үйренуімізге аңсатлау болады. Display flex'ті беріп алдық. Енді оның қандай өзінің қасиетлері бар дейтін болсақ, бастаймыз. Бірінші кезекте біздер беруіміз мүмкін оған justify content. Яғни, бізде қазір бірінші болып тұрды әмесі, осы жерде тұрды баслануында. Енді бізде өткен сабақта көргеніміздей ата текке justify content деген өзіміздің property'іміз бар, һәм де оның бір қанша өзінің қасиетлері бар. Мәселен, center дейтін болсақ, атайып тұрғандай, ол әмме боксларымызды ортаға алып келеді. Яғни оң тараптан, әшеп тараптан керекті бұлдарды орын ажыратып, әмме боксларымызды ортаға алып келеді. Енді justify content flex end дейтін болсақ, онан аты айтып тұрды, яғни flex боксымыздың ақырына алып келеді. Көріп тұрмыз. Ал by default болатын болса, яғни тынық жағдайда, өзгертілмеген код жазылмаған жағдайда бізде flex start көрінісінде тұрады. Яғни бұл баслаңғыш тарапта тұрған көруіміз мүмкін. Енді бізде тағы не бар? Бізде space қасиетлері бар. Space between дегеніміз бар. Өткен сабақта өттік, сіздерге таныс болған өзіміздің қасиетіміз. Яғни justify content property'іміздің қасиеті болған space between хақында өткен сабақтарда сіздермен өттік. Бұны сақант ететін болсақ, ол білгенімізде 3 боксымызды, яғни бізде 3 болған үшін 3 тарапқа ысырып тастауға тұрды. Максимум орын ажыратқан алды. Егер бізде 4 болатын болсақ, 4-інде орынларын максимум теңдей ажыратып, әр тарапқа сүріп тастайды. Енді space around дегеніміз бар. Space around-қа қарайтын болсақ, кәсілерге сызып көрсетемін өзіміздің лайтчет дәстүрі арқылы. Көретін болсақ, неге өзіміздің контейнеріміз бар, әмде боксымызға екі шеті бірдей, екі шетінен бірдей орын ажыратылған, әмде екіншісіне қарайтын болсақ, екіншісінен екі шетінен бірдей орын ажыратылған, әмде үшіншісіне қарайтын болсақ, әммесі бізде бірдей қылып орын ажыратып берілген. Лекін көруіміз мүмкін. Бұл өзіміздің space around қасиеті еді. Енді бізде айтылмаған space evenly қасиеті бар. Оны көріп тұрсыз, уже жаңа оң тараптан әм шеп тараптан теңдей болып ажыратып беріп жатқан болса, енді әммесінің арасында теңдей қылып ажыратып беріп жатырды. Яғни, әрбір бокс үшін арнаулы болған емес, яғни шекарадан әм бірдей қылып ажыратып беріп жатырды. Яғни Windows-ның браузердің шекарасынан баслап, әр бокстың арасынан бірдей қылып сайзларды ажыратып беріп жатырды. Біз
бокстарымызды көбейтетін болсақ та, бұл флекстің өзі бізге теңдей қылып ажыратып бере береді. Енді бізде не бар? Енді align items деген нәрсе бар. Align items'тыра өзіміз өткен сабақта өттік. Align items бізге қандай уақытта керек болады? Мәселен, бізде box 1-ның padding'i жоғары менен төменге 10 пиксель, хәмде шеппенен 10-ға 40 пиксель деп кетуіміз мүмкін. Бұл жердегі стилі бізге керек емес, бокстың padding'i. Box 2-ге беруіміз мүмкін padding жоғары мен төменге 5 пиксель, шеппен 10-ға 40 пиксель. Ал box 3-ге болса, өзіміздің padding'імізді мәселен 8 пиксель, һәм 40 пиксель деп беріп кетуіміз мүмкін бізге. 4-ші бокс керек емес пока. Саған ететін болсақ, бізде өлшемдері әртүрлі болып кеткенін көруіміз мүмкін. Өлшемдері әртүрлі, жоғарысынан бірінен берілген, біріндегі padding'дері әртүрлі болып кетті. Енді біздерде проблеманы іздейтін болсаңыз, өткен сабақта сіздермен көріп өттік. Әз бізде padding болған үшін бізде енді бізде align items деген property'miz бар. Оның да өзіне жараса бір қанша value'лары, қасиетлері бар. Бізде by default, яғни баслаңғыш қиматты, баслаңғыш value деген нәрсені қарап бақшасын еш таба алмадым. Егер білсеңіз, комментарийда жазып қалдыңыз, iltimos етемін. Баслаңғыш значениесі, яғни align items'қа бізде код жазбастан алдын, малумат жазбастан алдыңғы значениесі stretch'те тұрады. Stretch'ке қарайтын болсақ, padding'лерді әртүрлі бердік. Mesela ортасындағы 5 пиксель бердік, біріншісіне 10 пиксель, жоғарысынан төменге қарайтын болсақ, берді 5 пиксель жоғарысынан берілген, әмде оның жетпеген жерін align items stretch деген нәрсе әммесінің ұзынлығын, биіктілігін бірдей қылып етіп беріп атыпты. Егер бізде оған stretch керек емес, center дейтін болсақ, оның өлшемдерін сақлап қалады, яғни бүйірдегі берген padding'лерімізді өз орнында сақлап қалу арқалы олардың биіктілігіне арналған align items'ты центрға, ортаға алып келеді. Егер біз өзіміздің developerский консолымызбен қарайтын болсақ, біз қарауымыз мүмкін. Ортада тұрғанлығын, өзіміздің боксларымыздың вертикалный жайласуы ортаға түседі. Ал егер де қарайтын болсақ, бізде және әртүрлі келін бұл нәрсені сезілу үшін көбірек пиксель беріп көреміз. Mesela жоғары мен төменге 100 пиксель, бұған 50 пиксель болуы мүмкін, әмде бұған 35 пиксель беріп көреміз. Бізде сақайын ететін болсақ, жаңа айтқанымда stretch, яғни әммесінің биіктілігін өзі padding'лерін беріп атырыпты. Padding'i жетпеген жерге мына ең үлкен padding берілген бокстың height'іменен тең қылып қойып атырыпты. Енді қараймыз. Align items дейміз, center дейміз. Center дейтін болсақ, өзінің padding'лерін бізе берген padding'менен теңлестіреді. Әмді бойларын, ол қысқа болсын, ұзын болсын, оған қарап отырмайдыра, әммесін ортаға алып келеді. Бұны көріп тұрған болуыңыз мүмкін. Енді бізде align items, бұның да өзінің жарысында бір қанша value'лері бар. Flex end дейтін болсақ, мәселен, төменге алып келеді. Flex start дейтін болсақ, әммесін жоғарға алып келеді. Көруіңіз мүмкін. Ал баслаңғыш қиматта болса, біздердің stretch'іміз тұрады. Енді padding'лерді орын алып келеміз. Mesela әммесіне 20 пиксель беріп қойымыз мүмкін. Орына алып келдік. Енді біздердің this flex direction деген property'miz бар. Flex direction баслаңғыш жағдайда row болып тұрады. Яғни row дегеніміз қаптал түсіру. Сіздер ойлап атқан шығарсыз, әзір flex'тің өзінің вазифасы сол емес пе? Яғни қаптал түсіру емес пе деп атқан болсаңыз, flex'тің және бір қанша бағана айтып өткенінде өзінің вазифалары бар. Оның бірінші вазифасы қаптал түсіру болғаны үшін да баслаңғыш значениесі row
значение турады. Ал егер бізде өзгертетін болсақ, яғни бізде колумн деген значение бар. Колумн дейтін болсақ, бізде флекс берілмеген жағдайдағы жағдайға түседі. Яғни бір-бірінің астына түсіп кеткен көруіңіз мүмкін. Ал егерде row reverse дейтін болсақ, ол қапталма-қаптал түседі. Бірақ аттыбар берген болсаңыз, бірінші бокс ең кейініне жайласқан, екінші бокс ортаға, әмде өзіміздің ең кейінгі болып тұрған үшінші боксымыз бірінші болып жайласып қалған көруіңіз мүмкін. Reverse дегеніміз бұл теріс айландыру деген мәністе көруіңіз мүмкін. Енді бұл значение, яғни reverse деген өзіміздің значение колумнда да бар. Колумн reverse дейтін болсақ, ол баслаңғыш қиматқа значениеге түседі, яғни баслаңғыш көрініске флекс берілместен алдыңғы блок элементтердің бір-бірінің астына жайласқан уақытында көрінісіне келеді. Бірақ бұл жерде ажалып тұрған нәрсе, бокс үшіншісіміз, яғни үшінші тұрған боксымыз бірге өткен, екіншісі ортаға түскен, әмді біріншісі ең кейініне өтіп қалғандығын көруіміз мүмкін. Бұл өзіміздің flex direction значениелері. Әмді біздерде тек арғы осы төртеуі қолданылады. Бізде роуда қалдырамыз. Себебі флексті именно соның үшін қолданыламыз бізде. Енді бокслардың именно өзі үшін стиль беруді бастаймыз. Біздер көрдік, мәселен, реверс қылатын болсақ, теріс айландырып тастайды екен, 3-ті 1-ге түсіреді екен, 2-ні орында қалдырады екен, 1-ді ең кейінге түсіріп тастайды екен. Яқ, мен 2 менен 1-дің орнын алмастырамын дейтін болсаңыз, бізде айтымлардың, яғни контейнердің ішіндегі child'ларының әр біріне берілетұғын property бар. Яғни олардың біріншісі order. Яғни orderді біздер бірінші боксымызға 2 деп беретін болсақ, ол екінші бокстың да бізде де алжасып болды. Яғни order дегеніміз бұл боксларымыздың жайласуын санының үлкендігіне қарап орнына қойып береді. Бізде by default жағдайда 0 тұрады. Order 0 дейтін болсақ, бізде боксларымыз өз орнында тұрған көруіміз мүмкін. Ал егерде біздер 2 дейтін болсақ, бұлардікі by default 0 тұрды, соның үшін бұлар төменірекке түсе береді. Төменірекке түседі. Ал order 2 деген үшін ең үлкені болған үшін оны ең кейінгі тарапқа апарып тастайды. Яғни бұл ең үлкен ордерлі. Ордер дегеніміз өзі қандайдыр бұйрық, приказ деген мәністе түсінсек болады. Енді осы жерде бұның несі ордері жоғарырақ болған үшін оны ең жоғарыға, ең кейінге апарып тастайды. Егерде біздер ордер 2 дедік, бокс 2-ге ордерді 5 қылатын болсақ, 5 2-ден де үлкен болған үшін оны ең кейінге ордер бокс 1-дің орнына апарып тастады. Яғни бокс 3-те әз бізде by default ордер бермеген үшін ордер 0 тұрды. Соның үшін ол ең кішкентай осы тұрады. Ал одан үлкенірегі болса бокс 1, яғни біз оған ордер 2 беріп қойыппыз. Ал бокс 2-ге қарайтын болсақ, өзіміздің ордер 5 берген үшін ол ең үлкен ордерлі айтым болғаны үшін ең кейінге барып тұрып атыпты. Енді біз мәселен орнына қайтарамыз, ордерлерді алып тастаймыз. Әммесі ордер 0-ге түседі. Яғни әммесі өз орнына түседі. Енді бізде мәселен бокс 3-ге ордер -1 беретін болсақ, ол 0-ден де кіші болады. 0 одан үлкенірек болып қалады. Әмде 0-ден кіші болғаны үшін ол ең бірінші болып келеді. Ордер дегеніміз осы нәрсе. Енді біздерде көріп тұрпыз, өзіміздің widget'леріміз беріп қойған padding'лерімізбенен бірдей болып тұрды. 20 пиксель padding берілген бізге. Енді бізге о нәрсе керек емес. Flex'тің ең жақсы тәріплерінің бірі бұл экранның респонсивлігіне жүдея масласу шаң. Яғни қасиетке ие болған үшін көбінесе Flex'тен пайдаланылады. Бұның үшін біздер Flex 1 дейміз. Flex 1 дейтін болсақ, бұл мына бокс 1 менен бокс 2-ге өзінің пэддинглеріне жетерлі болған widget'ті береді. Әмде оны ысырып тастап, өзіне максимал тәрізді үлкен widget жаратып алады. Егер бізде Flex 1 дегенді нәрсені бокс 2 әмде бокс 3-ге беретін болсақ, үшеуі де өзіне керек болған максималный
width'ı alады. Yani Flex'in özü hammesini maksimal tarzda bölüp beredi. Осы Windows'un width'ini. Al eğer Box 2'ge bizler Flex 2 deydigan bolsak, Box 1'din hamda Box 3'tün har qaysisinin width'ini 2'ge qosqan vaqtdagi razmeri chiqadi. Yani bize bu yerda ko'radigan bolsak, bu Box 1'din razmeri Box 2'nin yarmına teng. Yani bize de Flex 2 berip koyganımız üçün har qaysisinin 2'i chiqadi deb aytib atırgan hesaplanamiz. Bizde Flex degenimiz osu narsa. Hamda bizde Flex Basis degan narsa var. Bularni Flex bir qilib turamiz. Flex Basis degan narsa, masalan, bu bizde Flex'ga berip qo'yishimiz mumkin. Berip qo'yamiz sizcha. Agar bu yerga Flex Basis deb turib, buni o'zimiz qo'ldan значение kiritadigan bo'lsak, ya'ni width kiritadigan bo'lsak, misol uchun 500 piksel deyman. Bu narsalarni olib tashlaymiz qarshi. 500 piksel deyman. Hamda qaraydigan bo'lsak, biz har turli device'larda ochishimiz mumkin bu narsalarni. Bizda Flex Basis значение sizlar uchun, ya'ni o'zining width'ida qoluv uchun bu o'zini ne istep beradi deydigan bo'lsangiz, Flex Basis deganimiz bu 500 piksel qo'ydikpa, u hech qanday razmerga o'tganda 500 pikseldan kichaymaydi. Masalan, biz uning uchun konteynerga berib qo'yimiz kerak bo'ladi. Flex wrap. Bularni to'xtatib o'taman. Flex wrap deganimiz ne? Ya'ni bizga boxlarimizning width'i masalan 20 piksel, 40 piksel padding berilgan. Agar biz Flex wrap bermay turib ekranni kichaytiradigan bo'lsak, ular asta-asta tushmaydi. Ekranga siymay qoluv darajasini chegam kelib qoladi. Endi biz uni to'g'rilamiz uchun Flex wrap berib qo'yimiz kerak bo'ladi. Al by defaultni значениеде no wrap turadi. Biz uni wrap deb qo'yimiz mumkin bo'ladi. Flex wrap berganimizdan keyin biz ko'rib turibmiz, paddinglarimiz hech qanday kuchayib ketayotgan yo'q. Ya'ni o'zimizning boxlarimiz o'zining width'ini, o'zining paddinglarini saqlagan holda turibdi. Al o'zimizning box 1 ga qaraydigan bo'lsak, biz olgan 500 piksel berib qo'yibmiz. 500 piksel berib qo'yganimiz uchun ol ekranning 500 pikselini chekam, ya'ni o'zining width'idan ulkan bo'lgan ekranlarga chekam 500 pikselni saqlab turibdi. Ya'ni bu qolganlarni төменге tushirib jiberayotir hamda o'zine kerakli bo'lgan width'ni olib turibdi. Agar biz telefonga deyim akiladigan bo'lsak, u o'zine kerakli bo'lgan width'ni oladi. Bu juda ham qulay narsa. Biz masalan berib qo'yimiz mumkin. Bo'lganda Flex Basis 300 piksel berimiz mumkin. Al bo'lgan bo'lsa 250 piksel berib qo'yimiz mumkin. Qaraydigan bo'lsak, ekran qanday o'lchamda bo'lmasin, o'zining width'ini yo'qotmaydi. Tek qana o'zining kichkina bo'lgan ekranlarda gana ekranga responsive, ekranga moslashlik uchun o'zining width'ini ekran bilan birday qilib 100% значениеga tushib qoladi. Juda ham zo'r narsa. So'ng men bir qatorda juda ham ko'p qo'llaniladigan narsalardan biri bo'lib hisoblanadi. Flex temalarimiz tekrardan ko'p foydalaniladigan narsalarimiz uslar. Proyektlarda ko'pincha us narsalardan ko'p foydalanamiz. Hamda so'ng men bir qatorda bizda grid degan temada var. Buni keyingi videolarimizda sizlarga grid haqida o'rganib o'tamiz. Grid esa Flex'ga o'xshab turli pozitsiyalarni eslaydigan property bo'lib, Flex'ga qaraganda u qurilmalaraq hamda o'zining ko'plagan xasiyatlarga ega bo'lib hisoblanadi. Grid ham Flex'ga qaraganda uje qurilmalaraq hamda o'zining bir qancha qo'shimcha imkoniyatlarida bor. Keyingi saboqlarimizda sizlar bilan CSS'ning o'tiluv kerak bo'lgan har turli propertylar haqida o'tib boraveramiz. Hamda bara o'zimizning JavaScript tilini borib to'xtalamiz. Tez arada yangi saboqlar, yangi praktikalar, yangi bilimlar kutib turibdi sizlardan.
Әмді тикарынан бізе CSS-ті өзіміз арқайын жазып басылағанымыздан кейін сразу JavaScript-ке өтеміз. Әмді бар білімімізді, бар күшімізді JavaScript-ке қаратуымыз керек болады. Ал қазір болса, өзіңіздің HTML CSS бойынша білімдеріңізді байытып барың. Тез арада CSS-тің қосымша әртүрлі кітапханалар ақындары өтеміз. Алтыда жүдейім көп сабақлықтар бар. Әмеңізге әумет, кейінгі сабақлықтарға қош сау, саламат.